Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге кондитерлер заказға дайындайтын, осындай ашқан кезде іші толып пісетін бауырсақтар дайындайтын боламыз. Ең алдымен сүтті жылытып аламыз. Одан кейін үстіне дрожжи саламыз, яғни ашытқы 2 шай қасық, одан кейін 1 шай қасық тұз, майонез 20 грамм, сосын кішкене өсімдік майы. Бұлардың барлығының қанша грамм қосу керектігі мен астына жазып кететін боламын. Құмшекер және де 2 жұмыртқа қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Сүтті суытып алмай, бірденен ұнды салып жібереміз. Бұл қамыр қатты қамыр болмайды, өте жұмсақ қамыр болады. Қамырды осылай астынан үстіне көтере отырып елейміз. Міне осылай бетін жауып қоямыз. 1 сағатта ашып шығады. Осылай көтеріледі, қорықпаңыздар көтерілмей қалады деп. Сосын ұн сеуіп, ұнды көп мөлшерде сеуіп, үстіне қамырды салып, ашқан қамырды жақсылап икемге келтіріп жаюға кірісеміз. Қамырдың үстінен қатты баспаймыз. Осылай жұмсақ болғандығына байланысты да ол өте воздушный, жұмсақ, дәмді болып піседі. Міне, іші толып піседі. Барлығын осылай домалақша етіп кесіп алдым. 4-1 жетіп кессеңіздер де болады, өз қалауларыңыз. Листтің астына ұн сеуіп, бауырсақтарды орналастырдым және бетін жауып қоямыз, біраз майымыз қызығанша. Одан кейін қызған майға пісіріп аламыз. Орташа алауда пісіреміз. Міне, бауырсақтарымыз пісті. Барлығын салып аламыз. Ішін ашқан кезде, вуаля, осындай болып піседі. Ас болсын!